Дана, маған Мағжан Жұмабаевтың «От» өлеңі қажет. Бізге мектепте осы өлеңді жаттап келуге берді. Көзің шалған жерің болса маған айт. Жарайт, Алан, мен де іздестіріп көрейін. Бізге мұғалім Мағжан атамыздың «От» өлеңіндегі тақырып ерекше деді. Бұл өлеңнің мақсатын сол кездегі халықтың рухын ояту деп түсіндірді. Атау да өзгеше екен. От деген. Алан, қараш, мен тапқан сияқтымын. Мағжан Жұмабаев атамыздың өлеңдер жинағы. Осы кітаптың мазмұнын қарап көрейік. Мүмкін бар шығар. Қайда? Ашшы көрейік. Міне, сен сұлу өлеңі бар екен. Міне таптым. От өлеңі. 45-ші бетте екен. Ашайық. Күннен туған баламын, жарқыраймын жанамын. Күнге ғана бағынам, өзім күнмін, өзім от. Сөзім қысық, көзімде от. Өзіме өзім табынам, жерде жалғыз тәңірі от. Оттан басқа тәңірі жоқ. Керемет шығарма ғой, я? Шынында да күш беретін рухты өлең екен. Мағжан Жұмабаев қазақтың жанып тұрған ақыны болған. Маған да «От» өлеңнің тақырыбы, мазмұны қаттынады. Қазақ халқының рухын ояту өлеңнің негізгі идеясы. Сол үмітті, сол тілекті өз халқына жеткізген. Саған оның өлеңі ұнаса, сен де үлкен болғанда еліңе қызмет етесің деп ойлаймын. Өлеңнің идеясын түсіндіргенің үшін рахмет.